2 жасар Төле биден шыққан жуас мінгі тай көкпарларда шауып жүр. Бағасы 1.300.000 теңге деп тұр. Саудасы бар, Жетісайда тұр. Байланыс телефоны 8777 592 7000. Қажет болса осы номерге хабарласыңыздар. Арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Өздеріңіздің 4 түлік малдарыңызды сатуға жарнама салуларыңыз келсе, мына телефонға хабарласыңыздар. 8702 910 0705. Негізі әр қазақтың үйінде бір жылқы тұру керек. Болмай қалды. Неге десе бабаларымыз айтады, жылқы тұрған үйге, жылқы кісінеген үйде жын жоламайды. Сосын аттың басынан ұруға болмайды екен. Оның берекесі бағы басында болады екен. Ат ұстағаннан кейін оған су бересіз ба, шөп бересіз ба, арқандайсыз ба, жем бересіз ба, бәріне сауап екен. Пайғамбар сөзінен қиямет қайымға дейін ат ұстаудың дұрыс екенін айтып кеткен. Қиямет қайымға дейін ертаң жерде тұрсаңызда тай болса бір жерге алып, сонда анау үйде ат болғаннан кейін бала мінеді ғой. Мінеді ғой. Сол үшін біз ауылда қазір медресе бастап қойдық. Сода 56 бала оқытамыз. Бірақ аптасына бір күн міндетті түрде айғырға мінетін болады біздің балалар. Алымыз кастамыз. Міндетті түрде мінгіземіз. Өйткені айғырға мінетін адам көп, бірақ доданың ішіне кіретін адам аз да.